Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен арнайы мастер-класстарда үйренген мак меренга пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. 300 грамм ұнға 150 грамм морозильникте тұрған сары майымызды терканың көмегімен өткізіп аламыз. Ұн мен сары майымызды жақсылап араластырып, крошка дайындаймыз. Енді үстіне 10 грамм разрыхитель саламыз. 80 грамм сахарный пудра немесе қант саламыз. Мен сахарный пудра салдым. 20 грамм макты салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді 3 желток саламыз, яғни жұмыртқаның 3 сарысын саламыз. Бір келкі қамыр шыққанша жақсылап илейміз. Дайын болған тестамызды жарты сағат холодильникке саламыз. Енді пирогымыздың меренгасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқаның ағы керек. Жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз ақ көбікке айналғанша жақсылап миксерледік. Енді одан кейін үстіне 100 грамм қанттың жартысын саламыз. Бәрін бірден салып жібермеңіздер. Толықтай аппақ крем болғанша жақсылап миксерлейміз. Ал осымен меренгамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет аппақ крем пайда болды. Енді креміміздің үстіне 15 грамм кукурузный крахмал саламыз. Арнайы осындай ситодан өткізіп салыңыздар. Енді оны миксерлемейміз, жай ғана осындай лопатканың көмегімен осылай араластырып шығамыз.
Енді осылай екі пергамент қағазын алып аламыз. Мендегі диаметр 24 дециметр. Пергамент қағазымызға домалақ етіп сызып аламыз. Жаңағы тестамызды алып, теңдей екі бөлікке бөліп, сызылған домалақ тестаға жайып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай тестамыз жаңағы сызықтан асып кетпеу керек. Осылай қолдың көмегімен доп-домалақ етіп жайып аламыз. Екі тестамызды домалақ етіп жайып болғаннан кейін, жаңағы меренгамызды теңдей екі бөлікке бөліп, екі тестаның үстіне қасықтың көмегімен домалақ етіп жағып шығамыз. Енді үстіне түрлі жидектерді қолдансаңыз болады. Мен смородинаны қолдандым, яғни қарақатты. Сіздер малина немесе құлпынайды қолдансаңыздар болады. Алдын ала қыздырылған 170 градус печкамызда 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді мак меренга пирогымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм творожный сыр және 150 грамм сливки керек. Елу грамм сахарный пудра немесе қантты қолдансаңыздар болады. Бір келкі крем пайда болғанша жақсылап миксерлейміз. Дайын болған кремімізден азғантай
Кремді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Мак-меренга пирогының бетін әсемдеу үшін. Қалған кремімізді 2 пирогтың ортасына жағып шығамыз. Жаңағы алып қалған азғантай кремімізбен осылай пирогымыздың бетін әсемдеп шығамыз. Осымен мак-меренга пирогымыз дайын болды. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын баршаңызға.